Сәлеметсіңдер ме, 6 сынып оқушылары? Бұл мен Төребекова Оразайым. Мен 6 сынып 3 тоқсан әдебиет пәнінен БЖБ-сын жаздым. Бұл БЖБ-да 2 тапсырма бар. Бірінші тапсырмада төмендегі сұрақтардың дұрыс жауабын белгілеңіз делінген. Бірінші сұрақта Сайын Мұратбековтың «Жусан иісі» әңгімесінің басты тақырыбы не? Мен бұл жерде бұны таңдадым, жетімдік. Екіншісінде «Жусан иісі» шығармасының оқиғасы қай кезде бейнеленді? Мен Г-ні таңдадым, соғыстан кейінгі кезең. 3. Аян ертегілерінің баяғыда бір жетім бала болыпты деп бастауының себебі неде екенін көрсетіңдер. Мен Г-ні таңдадым, сол уақыттағы қоғамға байланысты айтады. 4. Аянның әріпті тез үйренуіндегі мақсатын табыңыз деген. Мен бұл сұрақта Г-ні таңдадым, соғысқа кеткен ағасына хат жазғысы келді. Аян ол әріп білмегендіктен хат жаза алмай жүрген. Енді әріпті тез үйреніп алып, ағасына хат жазғысы келді. Ал екінші тапсырмада, бірінші тапсырманың 5-шісінде Аянға қаралы қағаз келгендегі алғашқы әрекетін көрсетіңіз. Мен бұл жерде В-ны таңдадым, ол үнсіз қабылдады. Екінші тапсырмада берілген көркемдегіш құралдарды пайдаланып, теңеу, эпитет, метафора, метономия ережелерін пайдаланып, сипаттама жазыңыз деген. 50-60 сөз жазу керек. Кейіпкер Тортай. Бұл